Қайырлы таң баршаңызға. Бізде таңғы пирожный шу. Кремсіз, негізі ортасына крем жағу керек. Бірақ маған кремсіз қатты ұнайды. Және де кешке алған шай. Таңғы ас ішіп отырғандар болса, астарыңыз дәмді болсын. Мен үйден шықтым. Сумкасыз пакетпен шықтым. Бірінші маған соңға бару керек. Содан кейін тағы бір-екі жерлерге бару керек. Видео барысында көріп отыратын боласыздар. Және де Алматының ауа райын түсіну мүлде мүмкін емес. Себебі мен жылы киініп алғанмын, біреулер жұқа киініп алған, біреулер курткасын қолына ұстап алған деген сияқты. Бір күні ұстап, бір күні аяқ астынан суытып кетеді. Қазір автобусқа бара жатырмын. Уже отырдым. Вот у нас такой вот билет. Кім өзінің остановкасынан кейіннен өтіп кетіп, келесі остановкадан жүрді? Әрине мен. Енді бір остановка жаяу баруыма тура келеді. И то ол соның қай жер екенін мен білмеймін де. Қазір адамдардан сұрайтын боламын. Сон қай жерде бар, сон қай жерде бар деп. ГЦП ключ алу керекпін, сол үшін бара жатырмын негізі. Адресті жөнді білмеймін. И бір остановка кейін түсіп қалдым. Бұл құралайға қатты ұқсайды. Қазір қаланың адамдары өте аз. Қазір студенттер көп. Яғни басқа қаладан келгендер. Сондықтан менің соңымды біреу айта қояр мекен, білер мекен деген сұрақ. Үлкен кісілер болса білуі керек. Қазір жастардан емес, үлкен кісілерден сұраймын. Кешіресіздер, осы жақта сон бар деп еді. Қандай? Сон. Мистер ма? Екі адамнан сұрадым. Яғни екеуі бірге кетіп бара жатты. Жоқ, білмейміз деді. Влом. Не айтқанын білесіздер ма? Мен бір кісіден сұрағанмын. Ол осы қаланың тұрғынына өте қатты ұқсады, сондықтан сұрадым. Сізді алдаған, оны саяхат жаққа көшіріп жіберген дейді. Мен сонда бостан-босқа келдім ба мұнда? Енді саяхат қайда, мен қайда, өте алыс. Сондықтан бүгін бір жұмыс бітпейін деп тұрған сияқты. Енді екінші направлениеге барам. Бүгін емес, енді ертең до обеда істеу керек, соған барамыз енді. Бұрын болған дейді осы жақта. Бірақ өкінішке орай көшіріп жіберген. Сондықтан бүгін саты түспеді. Жақсы, қайта мен екінші баратын жерім жақынырақ кішкене Абай Байтұрсынова. Болмаса не істер едім? Білмеймін. Негізі кеше бір адам айтты. Осы Төле би Байзақованың жақта деп, бар деп сол. Содан кейін екінші адам айтты. Бір картадан қарадым, Төле би Байзақовада шығып тұрған жоқ гистан. Сосын, может, кейде гиста қуады ғой дедім да. Жарайды дедім. Сосын екінші адам айтты. Точно бар деді. Төле би Байзақова жақта мен өзім барғанмын деді. Екі адамды өздері барған. Сондықтан мен соған сеніп келдім. Бірақ өкінішке орай олар да ауыс кеткенін білмейтін шығар. Енді сомен басқа направлениеге кетіп бара жатырмын. Өзім бір остановка кеш түсіп жаяу келіп едім мына жақтан. Енді обратно. Да жеттім ау әйтеуір. Міне Абай көріне басталды. Жаяу келдім, Төле би
Байзаковадан Абдышалипова көшесі, Абдышалипова абаяға қазір мына жерде больницаға барамын. Негізі мен өте көп жүретін адаммын. Үйде де қыбырлап, постоянно өмірі жүрісте жүретін адаммын. Бірақ неге мен кәдімгідей шаршап қалдым. Еще вот куртка, пакет. Білмеймін. Жүгімнің өзі маған ауыр сияқты болып тұр. Мен больницадамын. Қазір 5-ке дейін тихий час, 5-ке дейін кіргізбейді. Сондықтан өзін шақырып жатырмын сестрамның. Негізі мұнда інім жатыр. Алматы қаласындағы Байкен мешіті. Өте әдемі. Мешіттен шықтым. Мына жақта пробка болып жатыр. Тіпті такси ұстаудың өзі қиын. Сондықтан кішкене жүріп жатырмын, жаяу. Бүгіндікке жаяу көп жүретін болдым ғой өзі. Кішкене жаяу жүріп, содан кейін барып светофордың ар жағынан пробка аздау деген жерден такси ұстамасам. Міне осы қанша машина осылай тұр. Алматыда кептеліс. Мына жерде ыстық нан сатып жатыр екен. Қашты 90 теңгеге. Елдің бәрі қолында пакетпен кетіп жатыр. Это как-то странно, бірақ әдемі, күшті свежий нан екен көрінеді. Содан қызық кеттім. Жолда осылай жаяу жүрсең көмек осы. Еще eng Ахваты талый. Рахмет саған. Мінекей, ыстық, прям ыстық. Это так круто. Прям кішкене ұялып тұрған болмаса, так үзіп алып жей беретін едім. Ау. Сол қолмен тамақ ішуге болмайды, сондықтан камераны сол қолға көшіреміз, нанды оң қолмен жейміз. Таксиге отырдым. Қатты пробка болып жатыр, қазір көрсетемін. Мінекей қатты пробка болып жатыр. Тіпті машинаның кеш, мен құрбымның үйіне келдім. Салтаның. Кто такая Салта? Ладно, Шайменованың үйіне келдім. Шығып кеткелі жатырмын. Посылкасын такси шақырып беріп жіберем деп, мені жібермей отыр. Мен куртка киіп алған отырмын, күтіп. Такси қашанға болды, такси қашан болады деп. Елжанның 4 такси тұр. Бүгіндікке ыңғай күту болды, е? Кешкі ас дайындап жатырмын. Онда пияз, сәбіз, және де күреңнің грудинка, базилика, помидор аздап бір, барлығын жасап майдақ қойып жатырмыз. Картоп жасайтын боламыз, оған майонез, және де қаймақ қосатын боламыз. Мінекей аздап майонез бен қаймақ салдық, су құйдық, енді бір қайнатып аламыз, осының барлығын араластырып. Мінекей картопты салдым, енді қақпағын жағайын. Енді осылай пісіреміз. Осындай керемет картоп пайда болды. Біз кешкі ас ішіп алдық уже. Қазір мен ютубқа видео салып жатырмын. Менің жаңа арнама, яғни Құралай Бегім деген. Қазір сіздер осы арнада күнделікті влог көріп жатсыздар. Мінекей осы арнаға видео жүктеп жатырмын. Жанымда шай бар, қант и пирожный шу. Осыны шай ішіп видео жүктеп отырмын. И онымен қоса мына жақта видео жүктеп жатырмын. Және де соткамен видео монтаждап жатырмын. Солай. Түнгі жұмыс, работаем. Қайырлы кеш баршаңызға. Ұйықтап жатсыз ба не? Сәлем. Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Біз шай ішіп жатырмыз. Видеоны аяқтағым келіп тұр, өйткені тым кеш болып кетті.
ұйықтау керек, шаршап ұйықтау керек, иә. Оның үстіне мен қазір бұл видеоны монтаждауым керек. Сіздерге көрсеткен жоқпын мен 2 видеоны монтаждап, жазбаша рецепттерінде жазып, мастер-классқа жібердім. Кто молодец? Я молодец. Я. Сондықтан тым кеш болды. Ал біз қазір шайымызды ішеміз де ұйықтаймыз. Баршаңызға қайырлы түн. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Қайырлы кеш болсын баршаңызға.